Таиф қаласына барып, сол қаланы уағыздағанда, қаланың надандарын әлгі адамдар жинап, мына кісі сиқыршы, мына кісі осындай жаман адам деп жала жабып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды тас лақтырып, кәдімгі қуыңдар деп бұйрық береді. Өздері қолдары ақ, жүректері таза болып шетте қалады. Ал пайғамбарға тас лақтырған жастар менен көпшілігі әйелдер дейді. Мына кім? Мына сиқыршы келді бізге. Енді ата-баба дінінен бізді бұратын біреу келді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тас лақтырып, осындай бір жамандықпен қарсы алады. Ол тас расында да кішкентай ғана тас емес, бәлки кәдімгідей бас жаратын тастар еді. Мұны жанындағы ұлы Зәйд, асырап алған ұлы, сол ұшып келе жатқан тасқа өзінің кеудесін тосып бақты. Өзінің кеудесін тосты. Бұл кісіге тас демей маған тисін деді. Бірақ ана тастың көптігінен денсаулығы көтере алмай жерге жығылды. Қалған тас пайғамбарға тиді. Пайғамбарымыз ол кісіні сүйреп, ол кісі пайғамбарымызды сүйреп, халықтан шеттей бастады. Халықтың лақтырған тасынан пайғамбардың денесінен аққан қан аяқ киімін толтырды. Сондай бір хал менен бұл кісі қаладан кетеді. Енді ойлаңыз, осындай халықтың надандығына пайғамбар не істеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам халқын бәрібір сүйді. Таифтан шеттеп бара жатқан кезінде Жәбірейіл алейхиссалам келді. Жанында тау көтеретін періштелерді көрсетті. Сөйтіп айтты: ей Мұхаммед, олар саған тас лақтырса, біз оларға тауды апарып төбесіне қоя саламыз. Меккенің жанында Ақшабайын деген тау бар. Сол тауларды тамырымен қопарып алып, сол Таиф деген қаланың үстіне қоя салайық. Сол қаланың тағдыры сенің қолыңда. Берші ырзашылығыңды дейді. Қараңызшы. Алла тағала Жәбірейілге пайғамбардың ырзашылығын сұрамай-ақ бұйрық беруі мүмкін еді. Бірақ ислам үмметіне де, өзге періштелерге де пайғамбардың жүрегінің кеңдігін көрсетті. Қандай кісі екендігін көрсетті. Сол үшін пайғамбарды ырзашылық егесі етіп Жәбірейілді жіберді. Сонда пайғамбарымыз Жәбірейілге қарап: ей Жәбірейіл, бұлар білмейді менің пайғамбар екенімді. Білсе олар етпейтін еді, ондай жасамайтын еді. Сондықтан біз Алладан кешірім сұрайық бұларға. Алла табарака ва таала осы кісілердің ұрпағынан жақсы ұлыларды шығарсын, исламға қуат болатын адамдарды туғызсын деп тілейік дейді. Қараңызшы. Осы дұғасының соңында пайғамбарымыздың әйгілі дұғасы бар. Тарих беттерінде алтын әріппен қашалған. Сол дұғаларының арасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: я Раббым, мені қайда тастадың? Сағым боп көрінбейтін болашаққа ма? Жоқ, мына жанымда сойылын көтеріп жүрген адамдарға ма? Мен үмітсіз болып отқаным жоқ. Егер сен риза болсаң, болды. Егер осы амалым дұрыс деп санасаң, мен еш нәрсеге қарамаймын. Осылайша істей беремін дейді. Яғни, егер маңдайыма осылай күніге таяқ жеуді жазсаң, мен таяқ жеймін. Осы халыққа осылай жақсылық алып келесін десе, қидым мен қанымды да, жанымды да. Осы халыққа исламның нұры, иманның нұры жетсе,
тура жол жетсе, осы халық бақытты болса сонымен, жәннатыңа кірсе, мен еш нәрсеге қарамаймын, сенің ризалығыңды сұрадым деп дұға қылды. Халайық, пайғамбарымыз өмір бақи Алланың ризалығын іздеп өтті. Таиф қаласына барып,